14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Geldi koy kızım. Ay mektep bitirgen kız kanday eken ha? Kanday eken türün göre iş türün. Türün görsetçi mağan. Hey aynanayın, aynanayın. Altın kınım, suluğum benim, kınım benim. Ey canım kıttı bolsun, kıttı bolsun. Rahmet öke, бірақ қуануға әлі ерте ғой. Неге ерте? Алда әлі тест бар ғой. Ой, тестің сенің. Тестің не? Бітірсең бол. Тесттен өтесің де кетесің шырағым. Әке, қолыңызбен аппақ киімімді кие қылуға бола ма? Қан? Ойбу, мен мұна. Охо. Ай, жан, іштен ағымайды. Ештен ағымайды. Қайда бұл мектеп бітірдің? Енді керек емес форма деген мөр ғой ол. Қалай керек емес? Бүгін мен кешке вечерге барайын деп отырмын ғой. Ой? Ойбай. Кім жіберді бұны? Біреу жіберді ма сені? Біреу вечерге жібердіңдер ма мұнаны? Айнаны. Ой? Ой, білмей естімеппін ол әңгімеңді. Кешір. Ай, сол болмайды ау. Кешір. Мынаның лирикаға толы, әуезді екен, қалай байқамағам. Тура жүрек қылын шертеді ғой. Күнде мектепті бітіріп жатқан жоқпын ғой. Сонда жасаған сыйлықтарыңыз осы ма? Қызым ай, қоймадың ғой сенде. Көрейін енді бар. Әкең айтып ол не дейтінін мақұл қазір көреміз. Әкеме айтшы мама, жіберсін вечерге. Шашлик қалай болып жатыр? Болады, болады. Көмек керек емес па? Не, шаршаған жоқсың ба? Жоқ. Кішкене үйге кіріп, салқын айран ішіп алмайсың ба? Ораз емессің ба мен? Ойбой, мен ораз екен ұмытып кетіппін ғой. Соны айтуға келдің ба? Иә, соны айтуға келгем ғой, иә. Жарайды, онда кете берейін мен. Керек емес па? Керек. Әкеме айтшы мама, жіберсін вечерге. Не болды? Жіберді ма? Жібермеді әкем.
Онда мен қашып кетем. Сен әкең жібермесе жаман болсын деп жібермей отырған жоқ қой, қызым. Қайдағын шығармай отыр. О, несі екен, е? Мына мен жаңа 30-ын істеп қойдық, енді 4-еу. Ар жақта әлі бар. Әке, бүгін қандай игі іс жасаймыз? Жасап отырық қой. Кәуап пісіруде игі іс па не? Ей, айнанайын балапаным-ай. Ниетің дұрыс болса, кез келген іс ол игі іс болып есептеледі. Мына Рамазан айында көп адамның, көп жұрттың ойына келмейтін бір іс бар. Бір кітаптан оқыдым. Ол іс адам өзінің жақсы көретін тамағы бар ғой. Соны өзінің қолымен жасап, сол тамаққа қол жетпейтіндерге апарып таратып берсе, көршілеріне берсе, ол үлкен игі іс болып есептеледі екен. Түсіндің? Қазір біз наны жақсылап пісіріп болғаннан кейін көршілерге таратамыз. Есен аға бар, Қанаттың үйіне, Саматтың үйіне, Елмираның үйіне, тағы кім бар? Бәріне таратып береміз. Сол игі іс болады. Сонда өзіміз жемейміз ба? Неге жемейсің? Жейсіңдер. Ал отбасыңа жасаған жақсылық, апарған ырзық несібең, ол үлкен садаға болып есептеледі деп сол кітапта жазып қойған. Сондықтан бәріңе жетеді. Ана қайшы тез-тез тыққан-тыққандай әкеле берші шашлыктерін. Стоять, не двигаться! Бауырым! Жабал! Қазір кім қимылдайды? Кім аяғын, қолын, тілін, құлағын қимылдатады? Аямай! Ақша бар ма? Бар. Жоқ ақша. Бер. Сал қапқа! Салшы. Жет! 5.000-ға майдаңыз бар ма? Иә, бар. Әшім? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ой, Әшеке. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы? Ой, ұсақ па? Е? Табылады. Сізге табылады. Ой, Әшеке. Не қып жалғыз жүрсіз? Жоқ, сыртта досым күтіп тұрады, нан майдалап жүре берсек біз. Асықс едік пе? Жоқ. Жүресіңдер. Нан ауыз демей, шай-пай ішпей қайтармаймын. Айып етті, Әшеке. Ренжімеңіз, біз ауыз берік еді. Ой, мені. Жарты сағат қалды ғой. Жарты сағаттан арысы берсі. Ауыз ашып кетіндер. Ақыр кеп қапсың, Әшімей. Дос тұрма сыртта. Арманжан? Кел. Уағалейкум ассалам. Сыртта ағаң дос күттір екен. Тез шақырып келе ғой. Ой, онандай кісі келген кезде біз қалай қайтар жібересіз? Асықпаңдар енді. Наннан үлкен емесінде. Жүріңдер меқа. Ой. Тонақ кеткенде де соғырамыз, ақша шығып болар еді ол кез. Басқа өздеріңізді? Жақсы ма бәрі? Жақсы, жайлап. Ай, бәрекелді. Өздеріңіз? Досым деген Елдос па? Ой, Елдос Сметов. Ассалаумағалейкум. Охо, Елдос. Кел, Елдос. Отырыңыз. Бүгін біздің кафемізге өңкей батырлар келетін бопты ғой, Мәссаған. Сәт түсқапты. Айтпаңыз, сәт түскенде қызық болды жаңа. Кірсем, Әшім ақша майдалап тұр екен. Асығыспыз дейді. Асықпа, шай қылайық десек, досым күтіп тұр дейді. Досы Елдос. Охо, ауыз ашатын уақыт болып қаптай. Ауыз ашып алайық қаны. Амин Аллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін жеңіл болды, Бұл қиналмадым, тіпті. Өткендер басына жаман қиналып. Бірақ сіздердің келгендеріңіз жаңалық болды мен үшін.
Екеуіңіз де батырсыздар. Сіз киноның батырысыз. Қай кинода көрем, бірде қазақтың батырын ойнайды. Бір қарасам жоңғардың батырын ойнайсың. Тіпті кейде осы заманның бандиты болып кетесің сен. Бәрекелді. Солай шақыра ма киноға сендер? Енді түр тұлпадым орысша айтқанда типаж дейді ғой. Типажым соларға жақын, сондай образдарға жақын болғандықтан сондайларға көп шақырады. Бірақ енді айтишниктің рөлін ойнаған кездер болды. Кәдімгі. Сосын театрда көбінесе басқа жанрда ойнаймын. Театрда басқашалау болады. Басқа да жанрда да, иә? Иә, басқаша интеллектуальный рөлдер кішкене сондайлар болады. А кинода көбінесе осындай батырдың, жаңағы бандиттардың образдары деді. Келет. Бірақ жақсы ойнайсың. Келет. Жақсы ойнайсың. Мен өзім ырза болып отырмын, осы жігітті көрсем. Көз тимесін, жақсы. Енді елек дос, енді нағыз спорттың батыры. Біздің тіпті осы қазағымыздың көктуын желбіретіп, тіпті елдос шыққан кезде бар ғой. Ой, пырмай, ол қызымызбен жанкүйер болып отырамыз. Рахмет. Нағыз батырсыз. Әлемнің 2 дүркін чемпионсың. Одан бөлек Рио Олимпиадасындағы ой сенің жеңісіңе өтті біз тәнті болдық. Рахмет. Одан кейін де біраз жерлерге барып алып келдің, мен естуім бойынша. Иә, ол Олимпиададан кейін біраз кішкене жарақаттар болды. Сол жарақаттарды емдеп, асықпай 1-2 жылдай демалып, өткенде міне бір жарысқа шығып келдік. Бірінші жарысымыз бастамасы. Бірінші орын алып келдім Гранд Слам турнирынан. Енді алла берсе алдыда үлкен жарыстар, додалар күтіп тұр. Алла қаласа. Құдай қуат берсін. Көз тимесін. Бірінші байлық денсаулық, дұрыс денсаулығын қарап алғаның дұрыс болған екен. Рахмет. Мына менің арман үлкен балам. Ағаңнан сұрап атсыз ба? Чемпион болғысы келеді. Ой, бір енді кеп қалған күнде келе бермейсіздер, бір ақыл кеңестеріңізді беріңіздер. Қалай бұл чемпион болуға болады? Мысалы, мына балам мысалы Елдос Сметдей болса менің арманым жоқ. Қалай бұны чемпион қыламыз? Бәріміз бала болдық қой. Енді ол спортқа деген махаббат болу керек. Отанды сүю керек. Отан отбасынан басталады. Отбасын шын жақсы көру керек. Отбасындағы абыройды көтеру, отбасының жалауын желбірету деген нәрсе болады. Сондықтан да ең бірінші сол отбасындағы өзінің кішкентай ғана отаны, соны сүйіп, өзінің үлкен өмір сүріп жатқан отанын сүйіп, спортқа деген махаббаты мықты болса, алдыға қойған мақсаты мықты болса, сол алдыға қойған мақсатқа ғана жұмыс істейтін адам, әр нәрсенің басын бір ұстай беретін адам ондай жетістікке жете бермейді. Сондықтан да ол тек қана спортта емес, қандай салада болсын, бәрі қиыншылықтар болады. Сол қиыншылықтардан өту керек. Сол қиыншылықты өтпей тастап кетіп, басқа жеңіл жақты іздеп кететін адам ол жетістікке жетпейді деп ойлаймын. Сондықтан да алдыға мақсат қою керек. Спортты шыңдау керек, жақсы көру керек, қалмау керек, еңбек ету керек, талантты ұштайтын еңбек. Дұрыс. Сол еңбек басқа ештеме жоқ ол жерде. Түсіндің ба? Мен тек қана спортшы емес, актер да болғым келеді да. Дұрыс. Жігітке жет өнерде аз дейді. Ақыл кеңесіңізді маған тағы айтсаңыз. Мен сіз де айтыңыз. Қалай бұл мысалы? Негізі жаңағы спорт пен өнер екеуі екі түрлі сала сияқты болып көрінгенмен, негізгі ішкі мақсаттары барлықтарына сұхбатта естіп отырып, бір сияқты болып кетеді. Спорт пен өнер екі жағы да еңбек, екі жағы да өнер, екі жағында да талант керек, екі жағында да еңбек керек, шыдамдылық керек, сабырлық керек дегендей. Актер болу үшін қазіргі таңда тек қана талантты болу жеткіліксіздеу, себебі қазір білім де керек. Үлкен білім керек. Білімді адам өзінің отбасын тәрбие керек дегендей, өзінің отбасынан, мектептен алады. Сондықтан қазірден бастап кітаптар оқып, ақын жазушылардың жазған өлеңдерін жаттап, оларды жатқа айтып, өзіміздің неше түрлі дана ақын жазушыларымыздың жазған әңгімелерін, шығармаларын, поэмаларын оқып, қазірден бастап шыңдала беру керек. Содан кейін аспаптар, жан-жақты аспаптарда ойнап үйрену керек. Естідің ғой? Оқу керек, еңбектену керек.
осы спорт саласында жүргеніміз інілеріміз бар, естіп жатамыз. Спортта талантты спортшы деген ұғым бар екен. Сонымен ойлаймын да, талантты спортшы мен еңбекқор спортшының екеуінің айырмашылығы қандай сонда? Талантты спортшының бағы жана ма, еңбекқордың бағы жана ма деген сияқты. Енді ол талант пен еңбекқорлық екіге бөлінеді, бірақ талантты кез келген адам болуы мүмкін. Бірақ еңбекқор адам ол кез келген адам қолына келе бермейтін іс. Сондықтан да талант беріледі, сол талантты ары қарай алып кету үшін, сол талантты ары қарай жетілдіру үшін адамға еңбекқорлық керек, сол нәрсеге жұмыс істеу керек деген сияқты жетістікке жету үшін. Ал бір талантпен ғана үлкен жетістікке жету деген ол мүмкін емес нәрсе. Сіздерде де сондай екен. Жаңағы талантты әртіс немесе еңбекқор әртіс деген сияқты сіздерде солай бөліне ма? Қалай? Айтады ғой, 1%, 1% жаңағы талант, 99% еңбек дейді. Әр адамға 1% талант берілуі мүмкін, бірақ оны ары қарай жетілдіріп, жоғарғы шыңға жету үшін тағы да 99% еңбек ету керек. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей. Жалпы еңбекке кеп тіреліп тұр, енді 30-тен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейді. Осы елдос алаңға шыққан кезде, күреске шыққан кезде дейді, тіпті күресіп өтіп 5-6 ход ар ойлап күресіп дейді, шахмат ойнап отқандай психологиясын ұғынып, солай күресіп жатады дейді. Қаншалықты рас? Шынымен сөйтіп күресесіз бе негізі? Енді ол нәрсе енді өз спортта жүрген адамдар, спортты былай түсінетін адамдар болса, олар білет. Өйткені енді мен кеше бастаған жоқпын спортты. Мен бастағаныма, мен өзі 5 жасымда спортпен айналсам, осы емін дзюдо күресімен. Қазіргі таңда 20 жыл шамасы өтіп кетті. 20 жылда істеген еңбек, сол жерде кілемнің үстінде жүрген, жинаған тәжірибе, оның бәрі осыған кеп тіреледі, бұлай алып қарағанда. Жаңағыдай талант бар, таланттың артында еңбек бар, сол еңбектің арқасында осындай бір дзюдо күресін ары қарай бір жетіліп, түсініп, о нәрсені жақсы көрген адам сондай бір нәрселерді істей алады. Ход деген нәрсе, сіздің айтып отырған нәрсеңіз, ол бір атака дейді ғой, бір шабуыл жасағаннан кейін екінші, үшінші шабуылды артынан жалғастырып кететін нәрсе де ол. Бұлай дзюдода енді бізде сол 1, 2, 3 шабуыл жасасаң қатарынан, соны адамдар сөйтіп қабылдайды енді. Бір 5-6 нәрсені ойластырып қояды деген сияқты. Сіздеріңізге береке берсін. Сіздермен мақтанып жүре берейік әрдайым. Алып отырыңыздар. Елді ашмаңдар, жүрегіңіз. Біз жүрейік. Күтіп қалды. Біздің уақытымызда кеп қапты. Қабай, мынау қараш. Уақыт дегенде әңгіме қараш, уақыт өтіп кетті. Жолаушыны да жолдан қалдырма дейді. Ұстап та отыра алмаймын, сен деді, қолдарың бос емес қой енді қап. Сізге рахмет. Мына жерде шақырып, көңіліңіздің кең екенін білдіртіп жатсыз. Алла разы болсын. Рахмет, сендерге де Алла разы болсын. Жолдарың болсын әрқашанда. Осылай жарқырап жүре беріңіздер. Рахмет үлкен. Аумин деңіздер. Дастарханымыз кең болсын, оразамыз қабыл болсын, деніміз сау болсын. Қайда жүрсек те жолымыз болып, аспанымыз ашық болсын. Аумин. Ой, рахмет. Жүріңіздер шығарып салаймын сіздер. Рахмет үлкен. Ой, сіздерге рахмет. Қандай әңгіме болды? Жүріңіз. Рахмет жүріңіз. Ой, көрдің ба? Солардың әңгімесі қорытын шығар. Сымыла тағы не болды? Шығылан көрмедіңіздер ме? Не? Қоймада шығар, немесе ас үйде. Иә? Жоқ. Қарамаған жерім қамат шығыла жоқ. Қалай жоқ? Таппай жатыр. Барлық жерді көрдіңдер ма? Қараңдар. Қайда ол? Іздеңдер барлық жерді. Да. Жан жақтың бірін көрдіңдер ма? Иә, қарадық.
Қайда енді? Айтсай, көрсің. Қайда? Звондашы. Аға, не бар ғой ана? Не бар? Ой, айтсай енді, не бар? Ана кухняның форточкасы ашық тұр. Енді? Қызға тәрбиені сен бересің. Ал не болды? Не болды енді? Звонда. Звонда телефонына тез. Қоя тұршы қазір. Тағы бір номеріне звондап жіберейінші. Бармайсың деп едім ғой мен оған, а? Звондашы енді. Құдайым-ай. Барып жатыр ма? А? Әй, шығып жатыр ғой дауысы. Жақтан шығып жатыр. Жоқ. Қаяқтан шығып жатыр еді? Ой, Құдай. Canım. Кіз жаттап жатыр. Жарығым. Тыныш жерге кіріп тест оқып отыр екен ғой. Алтыным, жаным. Менің тәрбием, көрдің ба? Менің тәрбием. Иә, сенің тәрбиең басқа жерге апарып төсегіне жатқызайық енді. Жайлы жатыр екен алтыным. Үстіне көрпе жоқ қой. Сәл ұйықтап алсын. Жаным. Көрпе алып келейін, е? Әбден шаршаған. Ақылы бар. Өзіме тартқан мені, көрдің ба? Кітап оқиды. Тест оқып дайындап. Алтыным менің. Жаным, күнім. Тарихи жазбаларға қарасақ, бұрындағыларды латын әріптерінен басталса, Нойн. Қызым, сенің тағдырыңа мен жауаптымын, қызым. Қыздың мәртебесін, ар намысын сақтап қалуға әр әкенің, әр ағаның, әр әнінің бұлжымайтын борышы. Көшеде білесің ғой, бір қыз бала немесе әйел адам боянып, соянып жүретін болса, білгін, ол үйде еркек жоқ. Еркек жоқ ол үйде. Ал нағыз ер азамат өзінің бой жеткен қызын, немесе құшақтағы жарын біреудің сұқтанған көзіне, немесе біреудің назарына салып қарап қойып отырмайды. Сен ақылың бар ғой, жаным. Ойлашы өзің, қарашы. Бір шалыс басқан қадам қаншама адамның өміріне балта шабады. Қаншама адам жылайды. Сол орны толмас өкініштер, орны толмас қателіктер, болмас кешегі бір сәттік салтанатты кештердің қызығына татима. Татымайды ғой, жаным ау. Сондықтан артық қаталдау болып қойсам, кешір ғой, жаным. Жарай ма? Бірақ мына заманда қазір қыздың әрбір қадамын лупамен қарап отыру әрбір әке мәжбүр болып қалды ғой. Бұл сенбегендік емес, бұл сақтық, қызым. Түсіндің? түсіндім, әке. Анайын ақылды ғой менің қызым. Не оқып отырсың? Тарихи жазбаларды. Оқи бер, жарай. Армандаймын
жанияның болғанын. Ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қарттықтың мағыналы